Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қыстық дайындықтардың бірімен бөліскім келіп тұр. Қысқа томат пастасын сақтау әдісін көрсетемін. Керекті кезде таңғы асқа, тамақ жасаған кездеріңізде немесе тұздыққа пайдаланғанға өте ыңғайлы. Және де бұл әдіс аса көп дайындықты, уақытты қажет етпейді. Қажетінше керек кезде 1-2 бөліктен алып пайдаланғанға өте ыңғайлы. Бізге бірдей мөлшерде қызанақ пен болгар бұрышы қажет болады. Қызанақ пен болгар бұрышын жуып тазалап, ет тартқыштан өткізгенге немесе блендерден майдалағанға ыңғайлы қылып бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп дайындап қойған көкөністерімізді блендерге салып майдалап езіп алдым. Видеомызды ары қарай жалғастырмас бұрын, егер де арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қоюларыңызды сұраймын. Сондай-ақ көкөністерге сарымсақты да майдалап қоссаңыздар болады, және де сүйікті қалаған ас-көктеріңізді турап қоссаңыздар болады. Блендерде майдаланған немесе ет тартқыштан өткізілген көкөністерді ыдысқа салып жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамызды кекс, маффин пісіруге арналған қалыптарға құйып шығамыз. Ары қарай морозильникке қатқанша салып қоямыз. Мұздап қатқан пастамызды қалыптарынан шығарып аламыз. Дайын болған пастамызды пакетте немесе контейнерлерге салып, морозильникте сақтаймыз. Керек кезімізде морозильниктен 2-3 данасын шығарып пайдалана береміз. Мен осындай арнайы зип пакеттерді қолданамын, сақтауға өте ыңғайлы. Видеом сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Егер де осындай сақтау әдісі сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Арнамда келесі жүздескенше сау болып тұрыңыздар.